Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін сіздерге біз ұлттық бірыңғай тестілеу 2021, яғни биылғы болған ұбт нұсқаларын талдайтын боламыз. Биыл сіздерге, яғни ұбт, яғни новый форматта болғандықтан, электронный форматта, сондықтан барынша табылған нұсқаларды бүгін талдайтын боламыз. Яғни екі нұсқа дайындадық, яғни бірінші нұсқасын бастаймыз қазір. Так, енді бірінші бізде мынандай есеп келіпті, қараңыздар. 9-дан 1, 3-тен 2, 6-дан 5, 12-ден 7, 4-тен 3, 2-ден 1 сандардың өзгеріс ауқымын табыңдар дейді. Енді бізде көп оқушыларда мысалға өзгеріс ауқымы деген ол былай қалыптасқан дүние. Ең үлкен саннан ең кіші санды азайту, дұрыс па? Енді бізде осы түсінік қалыптасқан соң біз сандарды кәдімгі 2, 3, 4 деген сияқты, яғни бүтін сан түрінде елестетеміз. Бірақ бізге әрдайым ол бұндай түрде келе бермейді, сондықтан бізге мынандай жай бөлшек түрінде келді. Енді жай бөлшек түрінде қалай ең үлкен сан мен ең кіші санды анықтаймыз. Соған мән берейік. Ең бірінші сандар жазып алайық бірінші. 9-дан 1, 3-тен 2, 6-дан 5, 12-ден 7, 4-тен 3, 2-ден 1. Так, қарайық міне. Енді біз осы алгоритм түсініп алыңыздар, себебі сіздерге керек болады. Енді сіздерге мысалға санның модасын тап, тағы да басқа медианасын тап дейді. Сол кездерде қазіргі уақытта ең актуалды түрде келіп жатқан есептер мысалға бізге жай бөлшек түрінде беріп тастайды. Әдеттегі бізге бүтін сан түрінде беретін сан есептер қазір жоқ бізде. Қазір бізде жай бөлшек түрінде сіздер кішкене логикаларыңызды дамытып, ойлану қабілеттеріңізді байқау үшін міне осындай есептер беріп жатыр. Сол үшін бұл есептерді шығару барысында ең бірінші кезекте ортақ бөлімге келтіреміз. Яғни 9, 3, 6, 12, 4, 2 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін. Немесе ең кіші ортақ еселік деп айтсақ та болады. 9, 3, 6, 12, 4, 2-нің ең кіші ортақ еселігі. Немесе біздің тілде ортақ бөлгішін тапсақ жеткілікті. Так, қарайық. Мына жердегі ортақ бөлгіш қандай? Яғни ортақ бөлгіш 36, дұрыс па? Мынаған 4-тен берем, мынаған 12-ден берем, мынаған 6-дан, мынаған 3-тен, мынаған нешеден берем? 9-дан, мынаған беремін 18-ден. Дұрыс па? Енді тура осылай жазып аламын. 36-дан 4, 36-дан 24, 36-дан 30, 36-дан неше? 36-дан 21, 36-дан 27 и 36-дан 18. Міне, сандар жаздым. Енді ең үлкен сан, ең кіші сандарды анықтау үшін біз бұл жерде бөлшектің алымына қарап салыстыра саламыз. Яғни бұл жердегі алымы кіші сан, яғни ең кіші сан, ал алымы үлкен сан, бұдағы ең үлкен сан. Түсінікті? Яғни менде минимум сан, яғни ең кіші сан мынау, максимум мынау. Түсінікті? Сонда міне ең үлкеннен ең кішіні азайтып саламын міне. Өзгеріс ауқымын табу үшін 36-дан 30-дан азайтамын, 36-дан 4-ті. Сонда неше шығады? Сонда бізде 36-дан 30 азайтылған 4, 36-дан 26, ол бізде 18-ден 13. Сонда өзгеріс ауқымы 18-ден 13-ке тең екен. Ең үлкен ең кіші. Сонда не істедік біз? Бірінші сандарды жаздықта ортақ бөлімге келтірдік. Яғни сол ортақ бөлім арқылы біз таптық. Түсінікті ғой? Міне ешқандай қиын ештемесі жоқ. Міне сонда жауабы бізде С жауабы. Түсінікті? С жауабы 18-ден 13. Міне осылай тапсақ болады екен. Оны анықталмай қалуы мүмкін жағдайлар болмайды, яғни өзгеріс ауқымы осындай жағдайда берілсе. Түсінікті? Так, міне келесі 5 цифрмен аяқталатын барлық 3 таңбалы сандардың қосындысы дейді. Так, қарайық. Енді біздегі мақсат бұл жерде 5 цифрмен аяқталатын барлық 3 таңбалы сандарды тауыбымыз керек. Түсінікті? Так, қарайық. Бізде ең бірінші 5 цифрмен аяқталатын ең кіші сан қандай? 3 таңбалы 105. Содан кейін 115. Бұл жерде сұрақ, бұл жерде түсініп алайық, 5 цифрына бөлінетін емес, 5 цифрмен аяқталатын деп тұр. Түсінікті? Мысалға, есеп шығару барысында ең мықты алгоритм, ең мықты есеп шығару барысында назар аударатын жағдай, ол бізде математикалық сауатқа ең бірінші сұрақты дұрыстап оқуымыз керек. Түсінікті? Ең бірінші айтар сіздерге кеңесім, сұрақты дұрыстап оқыңыздар. 115, сосын 125, ең соңғы сан 995, міне, 995. Сонда бізде мынау бізде А1, мынау А1, А2, А3, барлығының ортасында 10 қосылып бара жатыр. Барлығының ортасында 10 қосылып бара жатыр. 10 қоссам келесі 5-ке аяқталатын сан шығып тұр. Сонда бізде мына жерде арифметикалық прогрессия келтіріп тұр.
Арифметикалық прогрессия. Прогрессия. Так, енді бізде А1 10-ға тең, А1 105-ке тең, 105-ке тең. Ал айырымы D бізде 10-ға тең. Түсінікті? Енді ең соңғы сан қандай? Оны AN деп белгілеп, мен мында неше сан бар екенін енді табу арқылы біліп аламын. Түсінікті? Сонда бұл жерде ең соңғы сан 995. Түсінікті? 995. Так, енді бізде AN формуласын еске салайын. AN тең болады A1 қосылған D көбейтілген N-1. Мысалға, кез келген сізде A1 мен, яғни бірінші мүшесі мен айырымы бар болса, сіз мына арифметикалық прогрессияның кез келген мүшесін таба аласыз. Түсінікті? Енді менде AN 995-ке тең, міне орнына апарып қоям. A1 105-ке тең, D бізде 10-ға тең. 10 N-1. Так, оң жаққа өткізейін. 995 азайтылған 105 тең 10 N-1. Так, сонда 890, дұрыс па? 890 тең болады 10 N-1. Так, 10-ға бөлем, сонда N-1 тең болады 89. Так, N тең болады 90-ға. Міне, бір оң жақ өткенде 90 болды. Сонда бізде мына жерде жалпы алғанда 1, 2, 3, 4, 5 деп есептеген жағдайда 90-шы мүшесі 995 екен. Енді менде мынандай қасиет болған, естеріңізде ме? Жалпы арифметикалық прогрессияның формуласы болған, n мүшесінің қосындысының формуласы. Ол қалай еді? Оны мына жаққа жазайық. n мүшесінің қосындысы мынау. Есен, мысалға A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген n деген. Енді менде неше мүше бар? 90 мүше бар, тең 105 қосылған 995 бөлінген 2 көбейтілген 90 мүше. 90-ның орнына апарып 90-ды қойдым. Түсінікті? Енді тау қойғам алдыңғы өрнекте. Так, сонда мынау қысқарады нешеге? 45 болады. Сонда мінекейін қоссам 1100 болады. 1100 көбейтілген 45. Так, 1100-ді 45-ке көбейтсем 45. Сонда 49500. 49500. Міне, сонда жалпы бізде 5-ке аяқталатын 3 таңбалы сандардың қосындысы, яғни 5 цифрмен аяқталатын сандардың қосындысы 49500 болады екен. Түсінікті ғой? Осылай есептесеңіздер болады. Яғни бұл жерде біз 9-шы сыныпта өткен арифметикалық прогрессия тақырыбын пайдаландық. Түсінікті? Так, кеттік. Ары қаратай. Келесі есепті қарайық. Келесі 3-ші есепті қарайық. Так, қарайық. 546 санының жай бөлгіштерінің санын табыңыз дейді. Так, қарайық. Енді оқушылар, бұл жерде жай бөлгіштер деп тұр ғой, яғни біз бұл жерде жай сандарды табуымыз керек. Яғни 546-ның қандай жай сандарға бөлінеді, соны табуымыз керек. Түсінікті? Так, ол үшін не істеймін? Ол үшін мен мынандай бір кесте құрып алам. 546-ны бүйтем да. Кәдімгі 5-ші сыныпта естеріңізде ме? Ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік тапқан кезде біз осындай сызық сызып бөліп шығатынбыз ең кіші саннан бастап. Сонда мен 2-ге бөлем. Сонда 273 болады. Дұрыс па? 273. Бұны аламда 3-ке бөлем. 91. Дұрыс қой? 91. Сосын аламда бұны тағы 7-ге бөлем. Сонда 13 шығады. 13-ке бөлем 1 шығады. Мына жерден бір жақсы жерін қарасақ, бізде мысалға 32 деген санды бөлетін болсақ, қараңыздар, 2-ке бөлем 16, 2-ке бөлем 8, 2-ке бөлем 4, 2-ке бөлем 2, 2-ке бөлем 1 шығады. Сонда мына жерде жай бөлгіші 2 ғана болып шығады. Ал мына жерден қараңыздар, 2, 3, 7, 13 әртүрлі сандар. Сондықтан жай бөлгіштері ЖБ дей салайын, жай бөлгіштері 2, 3, 7, 13 деген сандар екен. 2, 3, 7, 13. Яғни саны бізде мұнда жауабында жазылмайған ба? Так. 546 саныкі. Мына жерде жауабында жазылмай қапты. Так, қарайық. Мынаның ішінде 2, 7, 3. Дұрыс. Тағы да 3-ке бөлем 9, 1 дұрыс. 7-ке бөлем 13, 13-ке бөлем дұрыс. Сонда бізде 4 сан шығып тұр. Мына жерде жауабында жазылмай қапты. Так, міне осылай шығарасыздар. Ешқандай қиын ештемесі жоқ. Түсінікті? Так. Кеттік, 4-ші есеп. Мына жауабын мен жазған болатын, сондықтан жауабында енгізмей қалды. Так, жаңа логикалық амал. Жұлдызша келесі өрнекпен анықталған. Е жұлдызша F тең болады 2E бөлінген F. 18 жұлдызша 4 деген өрнектің мәнін табыңыз дейді. Так, қарайық. 18
Так, бірінші жазып алайын. Жұлдызша F. Так, 2E бөлінген F. Яғни E'ні 2 еселеп, оны F'ке бөлім керек. Так, қарайық. 18 жұлдызша 4. Осындай өрнектерден оқушылар бал жоғалтып алмауымыз керек, естеріңізде болсын. Себебі бұл жерде дайын сіздерде барлығы тұр. Міне, E'нің орнында 18-ді, F'нің орнында 4-ті қоясыздар деп тұр. 2 көбейтілген 18 бөлінген 4. Так, 36 бөлінген 4 тең болады 9-ға. Міне, 9. Түсінікті ғой? 9 болады, сонда В жауабы болады. Түсінікті ғой? Өте оңай есеп. Так, кеттік ары қаратай. Так, ойын сүйегін лақтырғанда жұпсан шығуының ықтималдылығын табыңыз дейді. Так, ойын сүйегі деген кезде бірден еске түсу керек. Жалпы ықтималдықтар кезінде бізде ойын сүйегі деген көп пайдаланылатын сөз, сондықтан ойын сүйегі деген кезде бізге көзімізді елестеу керек, мынандай кубик. Яғни мына нардыныкі дейма, сонда, мына жағында 1 деген тұрады, мына жағында мысалға 1, 2, 3 деген сияқты, мына жағында 4 деген сияқты. Осындай бір не тұрады, мысалға, осындай не. Енді бізге осының қандай сандар бар, мысалға, мынандай тұрады, бір жағында, бір жағында мысалға, мынандай тұру мүмкін, 2, ода мына жерде мысалға. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сияқты. Мына жақта бөлегі тұрсын мысалға. 1, 2, 3, 4, и мында 1, 2, 3 тұрсын, и мына жақта тағы да неше бар. Так, қайсы қалып қалды? 5-еулік қалып қалды, мына жақта 5-еулік болсын. Міне, осындай. Мынаның жазбасы осы болып тұр. Так, қарайық. Енді маған ойын сүйегін лақтырғанда жұпсан шығуының ықтималы. Так, мына жақта енді бізде ықтималықтың жалпы шартында қандай? P-а тең болады N бөлінген N. Яғни, мынау керек бөлінген барлық деп айтамыз. Яғни, мынау керекті жағдай, мынау барлық. Немесе керекті нәтиже, мынау барлық нәтиже. Барлық нәтиже, естеріңізде болсын. Жалпы енді теорияда бүйтіп айтады, мынаны қолайлы жағдай, мынаны барлық жағдай деп, сондықтан, так, қарайық, менде барлық нәтиже нешеу? 6. Ал жұп нәтижелер саны нешеу? Міне, 1, 2, 3 тұр. 3, міне. Сонда менде PA тең болады 6 и үстіне 3 жаздым. Сонда 2-ден 1, 0,5. Міне. 0,5 жауап, сонда 0,5. Ол С жауап екен менде. Мына жерде С жауап тұр. Түсінікті? Так, кеттік ары қаратай. Ұзындығы 2π болатын шеңбер шаршыға іштей сызылған. Шаршының ауданын табыңыз дейді. Так, қарайық. Ұзындығы 2π болатын. Міне, ұзындығы 2π болатын шеңбер шаршыға іштей сызылған. Міне, аяқ тиіп тұр, Так, қарай балайық, міне, шаршы деген ол бізде барлық қабырғалар тең 4 бұрыш, тік 4 бұрыш, А деген сияқты, мына қабырғалары. Енді ұзындығы 2π болатын. Мынау ішіндегі шеңбердің ұзындығы L тең 2π. Түсінікті? L тең 2π. Так, бұл жерде мынадан ортасында жүргізсем R, Так, сонда L тең 2πr. L тең 2πr. Так, формуласына салып, мен мына R-ді тауып алайын. Так, осы жерден оқушылар, егер іштей сызылса, естеріңізде болсын, мына қабырғасы диаметрге тең болады. Немесе A тең болады 2r. Түсінікті? Яғни, міне, егер іштей тура, іштей жанап барлығын, шаршының, онда бізде қабырғасы 2r-ге тең болады. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Так, сонда енді мынаған апарып қоям. 2πr тең болады 2π-ге. Ұзындығы 2π-ге тең ғой. Так, 2π-ге бөліп жерсем, 2π бөлінген 2π, r тең болады 1-ге. Түсінікті? 1-ге тең болып тұр. 1-ге. Сонда қабырғасы 2-ге тең болып тұр. Түсінікті? Қабырғасы 2-ге тең болып тұр. Жалпы шаршының қабырғасы А квадрат, ал S тең болады 2-нің квадраты тең болады 4-ге. Міне, жауабы 4-ге тең. Түсінікті ғой? Міне, осылай есептейсіздер. Так, кеттік ары қаратай. Так, қарай. Бүйтеді. Егер Mn, Nn, N9 сандарының арифметикалық ортасы 43-ке тең болса, онда N саны неге тең екенін анықтаңыз. Mn натурал сандар. Так, қарайық. Бұл жерде Mn дейі, Mn мынандай үстінде тұрады ғой сызық, Mn үстінде тұрса, онда бұл бізде мынандай мысалға 93, 76, 12 деген сияқты. Яғни 2 таңбалы сандар деген сөз ғой. Түсінікті ғой. Мен мысалға 2 таңбалы 9 көбейтілген 10 плюс 3 көбейтілген 1 деп ашып жаза аламын. 7 көбейтілген 10 плюс 6 көбейтілген 1. Яғни ондықтар, бірліктер
түрінде жазып шығам. Түсінікті ғой? Так, мен мына mn деген егер үстінде сызық тұра ма, міндетті түрде, яғни бұл бізде 2 таңбалы сан деген сөз екен, мега сигнал келу керек сондай. Түсінікті? Так, сонда 10m плюс n осындай сан екен. Так, келесі nn дегенді қарайық. nn ол менде 10n қосылған n деген сөз. Так, n9 дегенді қарайық. n9 міне 10n плюс 9. 10n плюс 9. Так, қараңыздар, енді арифметикалық ортасы 43-ке тең. N саны неге тең дейді? Так, қарап алайық. Енді мынаны апарып mn қосылған nn қосылған n9 бөлемін 3-ке. Арифметикалық ортасы деген 3-ке бөлеміз. Қаншасынан тұр сол? Ол менде 43-ке тең болу керек. Так, енді ортақ бөлімге келтіріп жіберейін. Мынаны 3-ті мына жаққа келтіріп жіберсем, сонда mn қосылған nn қосылған n9 тең болады 129. 129. Так, енді мыналардың барлығының орнына жазып шығайын. Қарабаңыздар, барлығының орнына жазып шығам мынаны. Мыналарды жазам, Так, mn-нің орнына 10m қосылған n плюс nn-нің орнына 10n қосылған n. n9-ның орнына плюс 10n плюс 9 тең болады 129. Так, енді мына жерде 10m 10m, ал n-дардың саны неше? 1, 11 болады, екеуін қоссам, 12, сосын қосам 22. Дұрыс па? Плюс 22 n. Дұрыс қой? Мына жерде 20, 10n, 12n. Дұрыс. Так, сосын плюс 9-ды оң жаққа өткізіп салайын. Тең болады. Оң жаққа өткізем 129 азайтылған 9. Сонда 10m плюс 22n тең болады 120. 120. Енді мынаның бәрін 2-ке қысқартып жіберейін. Сонда не шығады менде? 5m қосылған 11n тең болады 60-қа. Так, енді менде 60 шығатындай қандай заңдылықтар бар, Так, мен n-ге қандай сандар бере аламын? N натурал сан болса, онда мен 1, 2, 3 деп. Себебі мына жақта 10-дық, 100-дік бөліккен сені көбейтіліп тұрған сандар менде бір таңбалы сандар, дұрыс па? Цифрлар. Сондықтан мен 9-ға дейінгі сандар жазыламын, даже 0-дің өзін қосып салайын мына жаққа, Мүмкін 0 болып қалады шығар, Цифрлар жазсайын бәрібір ғой. Так, енді 60 шығу үшін мен мысалға m-ға мән бере аламын. Мысалға m-ға 1-ді берсем, онда менде мынандай сан шығады. m-ға 1-ді берсем 5 плюс 11n тең болады 60, тең болады 60. Так, сонда не шығады? 11n тең болады 55, n тең болады 5-ке. n тең болады 5-ке. Міне, басқа вариант келмейді. Дұрыс па? Басқа вариант келмейді. n-ға 1-ді берсем, сонда менде n тең 5 деген жауап шығады. Міне, жауабы n тең 5. Ол бізде в жауабы. Түсінікті? Өсіп келтіресіздер. Бұл жердегі ең бірінші мақсат есепті шығарған кезде былайынан шашып келтіріп алсаңыздар болады. Түсінікті? Енді логикаға салып жатқан кездің өзі шатасып қаласыздар ғой. Ал шатаспаймын десеңіздер, теориялық жолмен нақты шығарам десеңіздер, осылай mn деген саға 2 таңбалы сандарды осылай ондықтар бірліктерге шашып барып келтірсеңіздер болады. Түсінікті? Так, кеттік. Қары қаратай. Так, келесін қарайық. 8-ші есеп. Меншікті жылдамдығы 12 км сағатқа тең моторлы қайық 2 сағатта өзен ағысымен 40 км қашықтықты жүріп өтті. Өзен ағысының жылдамдығы. Так, менде екі жағдай бар, естеріңізде ма? Өзен ағысына қарсы, сосын өзен ағысымен деген бар. Өзен ағысымен. Так, осы екі жағдайды қарастырайық. Егер өзен ағысына қарсы болса, мен меншікті жылдамдығы моторлы қайық или катер деп пароход деп айтылған қайық дей салайын, онда мен қайықтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймын. Ал өзен ағысымен десе, онда мен қайыққа ағыстың жылдамдығын қосам. Енді менде қандай жағдай тұр? Жалпы енді формуланы еске түсіре салайық. Жалпы бізде v көбейтілген t деген формула бар. Осы формулаға апарып қоя саламын мендегі мақсат. Түсінікті? Енді өзен ағысымен десе, менде v-ның орнында мынау тұр. v тең v қайық қосылған v ағыс. Так, орнына апарып қоям. v қайық қосылған v ағыс көбейтілген 2 сағат t деген t десе алайық, жарайды, t тең болады s-қа. Так, енді орнына апарып қоям. v қайық менде 12.
12 плюс v ағыз көбейтілген t нешеге тең? T 2-ге тең. T 2-ге тең. S тең болады 40. S тең болады 40-қа. Так, енді мына 2 көбейтіліп 10 жаққа бөліп болып өткен. Сонда 12 плюс v ағыз тең болады 20. V ағыз тең болады 20 азайтылған 12. V ағыз тең болады 8-ге. Сонда өзен ағысының меншікті жылдамдығы, яғни өзен ағысының жылдамдығы, онда ол V ағыз тең болады 8 км сағат. Түсінікті? 8 км сағат. Міне осылай шығарсаңыздар болады. Так, кеттік ары қаратай 9-шы есепке барайық. Мына жерде жауабы бізде В жауабы шықты. Так. Нысана іштей сызылған дөңгелегі бар, квадрат. Нысанаға тиген бір оқтың дөңгелекке тию ықтималдылығы. Так, қарайық. Нысана дөңгелегі бар, квадрат дейді. Нысана деген мынау менде. Так, қарайық. Міне, мынау менде нысана. Так, енді мына яқтан бүйтіп тестеп қояйық. Так, елестетіңіздер, сіздер мынаған не аттыңыздар мысалға? Нысанаға бір оқ аттық, оқ аттым, ол менде мына жаққа тиюі мүмкін, немесе мынаған тиюі мүмкін, немесе мына жаққа тиюі мүмкін, немесе мына жаққа тиіп кетуі мүмкін деген де. Бірақ мен негізі көздеген кезде жалпы мына квадратты көздеймін, яғни мен осы жақты ғана елестетемін, иә? Не? Так, сонда менде жалпы енді ықтималдылықты есептеген кезде бұл жерде геометриялық ықтималдылық деген бар, оның формуласы мысалға, иә? Аудан бойынша алсам, S керек ауданға, S барлық ауданға керек ауданды бөлім. Түсінікті? Не, барлық аудан. Менде барлық аудан қазірше мынау квадрат. Түсінікті? Яғни мен квадраттың ауданын бүйтіп алсам, А деп алсам, онда мен бағана айтқам, А тең 2R деген. Я, онда радиусы А бөлінген 2-ге тең. Міне, мынау дөңгелектің радиусы А бөлінген 2-ге тең. Түсінікті? Енді мені ықтималдылық, яғни осындай мысалға бұл жерде бір мысалға аудан болып тұрғандықтан мен ықтималдықтардың формуласын аудан күйінде аламын. Ал кейде мысалға бір зат, яғни бір көлем түрінде береді. Сол кезде ол көлемге тигізетін жағдайда, онда біз мына жақта көлеммен өзгертеміз. Яғни, так, енді бұл жерде бізде ықтималдылықта аудан болғандықтан, яғни бұл жерде барлық ауданға керек ауданды бөлеміз. Түсінікті? Сонда бізде формуламыз мына түрде болады. Яғни бізде үлкен барлық ауданы мына жерде квадрат, ал керек ауданы дөңгелек. Түсінікті? Так, енді мен S керек ауданым, жалпы дөңгелектің ауданы S тең пер квадрат. Ал мендегі бұны К дей салайын, керек аудан. Ал S барлық аудан менде квадрат, А квадрат. Дұрыс па? Енді мен бұл жерден бұлайынан алып алайын. Так, S керек аудан. Так, қараңыздар, R-дің орнына апарып мен А бөлінген 2-ні апарып қоям. Пи көбейтілген А бөлінген 2-нің квадраты. Сонда не шығады? Пи А квадрат бөлінген 4. Пи А квадрат бөлінген 4. Так, енді мына жаққа апарып қоям. Пи А квадрат бөлінген 4 бөлінген А квадрат не? Барлық аудан менде А квадрат. Дұрыс па? Так, енді егер осындай бағытта мысалға сіздерде үстінде жай бөлшек, астында да жай бөлшек болып қалған жай қалай есептеймісеңіздер, кәдімгі бөлуге ауыстырсаңыздар, пи А квадрат бөлінген 4 бөлінген А квадрат не? Мынау менде бөлу деген амал, түсінікті? Так, сонда пи А квадрат бөлінген 4 көбейтілген 1 бөлінген А квадрат тек. А квадрат пен А квадрат қысқаратта пи бөлінген 4. Сонда пи бөлінген 4-ке тең болады. Яғни бізде дөңгелекке тию ықтималдылығы оқтың пи бөлінген 4 екен. Түсінікті ғой? Пи бөлінген 4. Осындай жағдайлар болады. Кейде мынандай болып қалады. Кейде мына квадраттың мысалға бір бұрышына тиіп қалу деген жағдай бар. Сол уақыттарда мынау жердің ауданын тауып, барлық квадратқа келтіріп бөліп есептейміз. Түсінікті? Сондықтан енді бұл жерде геометриялық ықтималдылықтың есептерін шығару үшін бізге геометрияны жақсы білуіміз керек. Түсінікті? Әртүрлі варианттардағы есептер келіп қалады. Сондықтан шатасып қалмас үшін геометриялық ықтималдылықты жақсы білгеніміз өзімізге жақсы. Так, қарайық. Тәуелділік кестесіне келетін өрнек дейді. Так, қарайық. Енді бұл жерден бізде қарайық. Міне, менде уақыт S, міне, бастапқы уақытым, міне, S тең болады. Бұл жерде жалпы, енді математикалық тұрғыдан қарастырғанда S0 плюс V нөлевой тұғы. Осы бойынша мен мынаны теңдеуін білуім керек. Так, міне, бастапқы уақытта 0 уақытындағы ол менде 10-ға тең. S тең болады, міне, 10 плюс. Так, енді келесі 1 секунд болғанда 17 болып кетті. Яғни 7 қосылып жатыр. Қараңыздар, 7. Мен 7 Т дейсам. Дұрыс па?
жетеді. Енді мына физикалық тұрғыдан қарастырып жатырмын. Негізі мына осындай формула бар физикада. Немесе бүйтіп алып кейде физикада x тең x0 плюс v0 обой t деп алынады. Түсінікті? Сол кезде менде бастапқы координата 10-ға тең, міне. Бастапқы координата 0 уақыт мезетіндегі. Түсінікті? Міне 10. Сосын әр 1 секунд сайын 7 не қосылып жатыр? 7-ге өсіп жатыр жолдың көлемі, 7 километрге өсіп жатыр. Сонда 7t. 2-ні берем, қараңыздар. 2-ні берсем 14, оған 10-ды қосам 24. 3-ті берем 21, оған қосам 31. Түсінікті ғой? Сонда менде мынау шығады екен, s тең 7t плюс 10 деген. Түсінікті? Міне осылай шығарсаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, кеттік ары қаратай. Так, 11-ші есеп. Так, келесі есепті қарайық. Келесі есепте бүйтеді. Берілген тең белгілі трапецияны құрастыру үшін қанша үшбұрыш керек? Яғни маған мынандай үшбұрыштар арқылы мен мынандай трапеция құрауым керек, Енді осындай трапеция құрау үшін маған қанша үшбұрыш керек дейді. Так, бүйтіп сызып шығайын. Мына жерден менде бір үшбұрыш керек, дұрыс па? Міне. Бүйтіп үлкейтіп сызып алайықшы, үлкейтіп сызып алайын қазір. Осыны үлкейтейік. Сіздерге түсінікті болсын. Үлкейтіп алайық. Так, қарайық. Міне. Мына бүйтейік. И сосын мынадан ортадан бүйтіп бөле салайық. Так, қарайық. Мына жерде мынандай үшбұрыштан нешеу шығуы мүмкін? Не? Мына жерде біреу тұр, дұрыс па? Бір үшбұрыш тұр. Сосын қараңыздар, мен мынаны тура 2-ге бөлсем, мына жердегі тікбұрыш үшбұрышымды, мынау жерде тіктөрт бұрышымды 2-ге бөлсем, қараңыздар, 2 тал тікбұрыш үшбұрыштан, яғни тура осындай тікбұрыш үшбұрыштан шығып, мына жерде 2-еу, 3-еу. Енді мына жерде тағы да 2-ге бөлем, қараңыздар, 4-еу, 5-еу, и сосын мында біреу бар, міне мында біреу тұр, сонымен 6-ау. Сонда барлығы 6 тікбұрыш үшбұрыш арқылы тең бірлі трапецияны құрастыра алады екенмін. Түсінікті? Так, кеттік. Ары қаратай. Так, келесі. Бүйтеді. Пароход А қаласынан В қаласына 1 тәулік жүзеді. Ал кері қайтқанда 2 тәулік жүзеді. Ағаштан жасалған сал А қаласынан В қаласына дейін неше тәулік жүзетінін табыңыз дейді. Түсінікті? Енді бұл жерде пароход А қаласынан В қаласына жүзген кезде қарап алайық, А қаласынан В қаласына жүзген кезде так. Не? Мысалы А қаласынан В қаласына дейге. Мына жерде өзен ағысымен болуы мүмкін. Өзен ағысымен. Ал В қаласынан А қаласына ағысқа қарсы болуы мүмкін. Ағысқа қарсы. Так, қарай. Мына жерде 1 тәулік жүзеді. Мына жерде 2 тәулік жүзеді. Так, енді қараңыздар. Пароход А қаласынан В қаласына дейін 1 тәулік жүзеді, ал кері қайтқанда 2 тәулік жүзеді. Ағаштан жасалған сал А қаласынан В қаласына дейін неше тәулік жүзетінін табыңыз. Енді ағаштан сал деген бір әйтеуір зат суға тасталған, яғни оның өзінің жылдамдығы жоқ, тек ағыста қандай жылдамдық бар, сонымен жүреді. Сондықтан біз бұл жерден былайынан келтірсек, қарайық. Мен мына жерде қашықтықты 1 деп ала салайын, яғни кері қайтқанда 1 деген жүреді, s тең 1. S тең 1. Так, енді бұл жерден мен былайынан келтірейін. Так, қарап алайық. Бірінші, мысалға 1 тәулік жүзді ғой, сонда мен жалпы жылдамдықтың формуласы, мен жылдамдықты келтіріп алайын. V тең болады s бөлінген t. Енді өзен ағысымен болса, так қарайық. 1 бөлінген t тең болады ағыспен. Өзен ағысымен ғой, онда V қайық қосылған V ағыс. Дұрыс па? Қайыққа ағыстың жылдамдығын қосам. Ал ағысқа қарсы болса 2 тәулік. Бұл жерде ағысқа қарсы екен, былайық байқап тұр, яғни қайтып келуге көп уақыт жұмсап тұр. Так, сосын бұл жерден енді келтірсем, қарап алайық. 2 бөлінген t, мынау бірінші уақыт, мынау 2 тәуліктік, Так, сонда бұл жерден V қайық азайтылған V ағыс. Түсінікті? Так, енді мен бұл жерден есептеуім үшін, так, мына жерде 1 бөлінген, s бөлінген ғой бізде 1 екен, мен 2 деп шатас кетіппін. Так, енді мен мына жүйе арқылы мен V ағыстың жылдамдығын тауып алайын. Оны қалай тапсам болады? Оны мен бүйтіп табам, бір-бірінен азайта салам. Сонда 1 бөлінген t1 азайтылған, үстінен астын азайтам. Қайық пен қайықтығы қысқарып кетеді. 1 бөлінген t2 тең болады V ағыс. Тең болады V ағыс. 2 V ағыс болады. 2 V ағыс. Түсінікті? 2 V ағыс. Енді
менде Т1 дегенім ол 1 тәулік, Т2 дегенім 2 тәулік. Орнына апарып қоям, 1 бөлінген 1 азайтылған 2-ден 1 тең 2 В ағыс. Сонда қарайық, мына жерге ортақ бөлім берсем 2. В ағыс тең болады 2, 2 азайтылған 1, В ағыс 1. В ағыс тең болады 2-ден 1. В ағыс тең болады 2-ден 1. Түсінікті? В ағыс 2-ден 1-ге тең. Енді, мына жерде 2-сі бар, 2 ұмыт кеттім, 2 бар. Мына жерде 2-сі бар. Енді В ағыстың табу керек болса, онда бұл 4-тен 1. 2-ге бөлісем. Сонда менде енді неше уақытта жылдамдықта баратын табу үшін В тең менде 4-тен 1 шықты. В ағыстікі міне 4-тен 1 шықты. Енді менде неше тәулікте баратын табу үшін онда S бөлінген В ағыс. Т тең болады. S деген менде 1, оны 4-тен 1-ге бөлем. Немесе 1 бөлінген 0,25 десеңіздер, онда 4 тәулік шығады. Түсінікті? Сонда бізде сал ол 4 тәулікте барады деген сөз. Түсінікті? Міне осылай есептесек болады. Ешқандай қиын ештемесі жоқ. Кеттік ары қаратай. Келесі 13-ші есеп. Бүйтеді. Өлшемі 8-де 8, яғни биіктігі, ұзындығы ең, куб боялып, және өлшемі 1-де 1 болатын кішкентай кубтарға бөлінді. Осы кішкентай кубтардан, кубиктерден кездейсоқ біреуін алғанда екі жағында боялған болу ықтималдығын табыңыз дейді. Қарайық. Енді менде мынандай. Кубигім осындай болсын. Мына жағым 8 сантиметр, мына жағым 8 сантиметр, мына жағым 8 сантиметр. 8 сантиметр. Енді 8 сантиметр болып тұр. Енді мен 1-де 1 болатын, 1-де 1 болатын. Яғни мен мына жағын тура 8-ге бөліп шығам. Мына жақ 8 бүйтшіз. Мына жақ бүйтіп бөлеймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Түсінікті? Мына жақтан міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөліп шықты. Мына жақтан бұлайдан бөлем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп мына жақтан бөліп салайын. Сонда осындайлардан бөліп шыққан кезде менде дұрыстап көз жеткізіп нақты түрде көрсетіп берейін сіздерге. Мен бір қырын көрсетейін сіздерге. Қалған қырын өздеріңіз тауып аласыздар. Қарайық, міне. Мынау жалпы енді мен пока что бір қырын көрсетейін. Мына жерде жалпы неше 8 қыры бар ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 қыры бар, дұрыс па? Енді мынаны бояған кезде қараңыздар, бояды ғой, бояған кезде, мына бір ортасын қарасам, қараңыздар, мына ортасын қарасам, оның бер жағы ғана боялып тұр. Ал менде екі жағы боялған, ол не? Мынау жер, мынау бір жер. Мынау жер, мынау жер. Мынау жер, мынау жер. Сонда мына екі жағы боялған, мынау қырлардаған екен. Мына жер, мына жер, мына жер, мына жер. Дұрыс қой, екі жағы боялып тұр. Мына үсті боялып тұр, мына бер жақтағы қыр боялып. Сонда мына жақтан қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда мына бір қырында 6 бар. Бір қырында 6. Қарайық, жалпы бұл жақта неше қыр бар? Қарайық, 1, мына жақтан есептесем 1, 2 болады. Мына жақта 3, мына жақтан 4 болады. Дұрыс па? 4 болды. Сосын 5, 6, 7, 8 болады. Сосын мына қырдан болсайын 9, 10, 11, 12 қыры бар. Жалпы 12 қыры бар, 12 қыры бар. Сонда барлығы екі жағы боялған кубиктар саны боялған М-дегі керегі ғой, себебі 6-ны көбейтемін 12-ге. Сонда 72. Түсінікті? Ал менде мына жақтан 8-де 8 болатыннан нешеу бөліп десек, сонда бұл жерде 8-дің кубы. Түсінікті? Яғни мына жерден қарайық. Мына жақта 8, мына жерде 8, бұлайынан 8 ғой. Сонда менде N тең болады 8-дің кубы. Яғни 512. Барлығы мына жақта 8-8-ге бөліп шықсам 512. Немесе бүйтіп келтірсек болады. 8 көбейтілген 8 көбейтілген 8. Сонда 512 тал. Барлығы 512. Түсінікті? Сонда ықтималдылық тапсам ПА тең болады 72 бөлінген 512. Бұл неше 8-ге қысқарады. 8-ге қысқарса 64. Мынау 9. Дұрыс па?
Сонда 64-тен 9 екен ықтималдылығы екі жағы боялған. Сонда естеріңізде болсын, екі жағы боялған десек, онда сіздер мынау бір қырдағында ғана аласыздар. Түсінікті? Ал үш жағы боялған десек, ол сіздер мынау бір қырды, мынау тек қана әрбір төбелер тұр ғой, төбедегі жерлер ғана. Бір жағы боялған болса, только мына орталарында тұрғанда аласыздар. Міне осындай шарттар бар. Сонда бізге керегі барлық 72 шықты, ал менде барлығы 512 тал шықты. 512 тал кубик шығады. Кішкентай өлшемі 1-1 болады. Түсінікті? Так, кеттік. Келесі 14-ші есепті қарайық. 14-ші есепте бүйтеді. Боялған фигураның ауданын табыңыз дейді. Так, мына есепте енді бұл жерден біз былайынан шығарамыз жалпы енді, бірақ негізі жалпы айтқанда бұл жерден енді бір шарт жетіспейді. Так, енді бұл есепті шығарған кезде былайынан келтірдік біз, былайынан бөлдік. Сонда мына жақта менде 3 тал, яғни 3 тал мына жақтан не? Қарайық, мына жақтан 1 тал үшбұрыш шығып тұр, мына жақтан 2 үшбұрыш шығып тұр, сол жақтан мына жақтан тағы да бірне шығып тұр. Мына жақтан мүмкін жауаптар келмей қалуы мүмкін. Так, сонда қарайық, мына жақтан жалпы 60 градус, мынау 60 градус, мынау 60 градус. Түсінікті? Так, сонда менде не тұр? 2 тал үшбұрыш тұр. Яғни мына жер боялған фигурант 2 тал S үшбұрыштікі и плюс 1 тал S сектордікі тұр. Түсінікті? Міне, так, дұрыс. Енді 2 үшбұрыштікін тапсақ, қарайық, 2 үшбұрыштың ауданы, менде үшбұрыштың ауданының формуласы қандай еді? 2-ден 1 А көбейтілген В. 2-ден 1 А көбейтілген В, сосын синус альфа. Так, қарайық, мен мұнаны бөлігін сызып алайын, так, қарап алайық. Сызсам, не шығады? Мына жерде радиус 2-ге тең болады, мына жер радиус 2-ге тең болады. Дұрыс па? Радиусқа себебі 2, и мына жерде 60 градус. 60 градус. Так, енді орнына апарып қойсам, S үшбұрыштікі 2-ден 1, 2 көбейтілген 2 көбейтілген синус 60 градус. Так, сонда неше шығады? Бұл жерде 2-ден 1 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 2. Так, мынау мен мынау қысқар, тең болады түбірдің астында 3. Міне. Яғни мына жердегі бір үшбұрыштың ауданы түбірдің астында 3-ке тең екен. Мынанікі де түбірасты 3-ке тең екен. Түсінікті? Түбірасты 3-ке тең. Так, енді келесі менде мына сектордың ауданы тауып көрсетейін. Так, менде мынандай. Мынау альфа. Вот 60 градус, 60 градус. Так, енді сектордың ауданын тапқан кезде естеріңізде болсын не? Егер менде мына жерде альфа градус болса, мынау центр О болса, маған мына жердің ауданын табу керек болса, ана бүйтіп табамын. S тең болады пи квадрат көбейтілген альфа бөлінген 360 градус. Түсінікті? Енді осыға салсам, мына жерде радиус 2-ге тең, 2-ге тең. Так, осыны тапсам, неше шығады? S сектор тең болады бұл жерде пи 3-ге тең, түсінікті? Пи 3-ге тең деп берілген. Пи-дікіне 3 көбейтілген ердің квадраты 2-нің квадраты көбейтілген 60 градус и мына жақта бөлінген 360 градус. Так, сонда не шығады? Сонда так, үстінде мынау қысқарады 6 болады. Үстінде неше шықты? 12. Дұрыс па? 12. Себебі 2-нің квадраты 4, 13-ке көбейтем. 12-ні 6-ға бөліп, сонда 2-ге тең. Так, мына жерде 2 шығып тұр. Так, енді формулаға апарып, орнына апарып қоям. Так, S тең болады. Үшбұрыштан менде 2 тал үшбұрыш тұр, түбірасты 3-тен. 2 түбірасты 3 қосылған 2. Сонда міне жауабы мынандай шықты. Түсінікті? 2 плюс 2 түбірдің астына 3 деген жауап шықты. Міне осылай шығарамыз, ешқандай қиын емес. Түсінікті? Так, кеттік ары қаратай. Келесі есепті қарайық. Келесі бізде 14-ші есеп осылай шығарасыздар. Так, бұл жерден енді үшбұрыштың ауданының формуласын бөлуіміз керек екен, сосын сектордың ауданының формуласын бөлуіміз керек екен. Түсінікті? Так, кеттік. Так, қазір. Так. Соңғы есебімізді қарастырайық. 16-ші есеп. Так, бүйтеді. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Так, қарайық. Өрнектің мәнін табыңдар. Енді оқушылар бұл жерден көбейту болғандықтан оңай. Міне. Мынау мен мынаны қысқартасыздар, мынау мен мынаны қысқартып, осылайынан, яғни мынау біріншісінің асты, екіншісінің үсті, біріншісінің асты, екіншісінің үсті, яғни жұптап қараса, мына яқтың міне асты, үсті, Сонда міне мынау мен мынаның алдындағы кетеді, сосын 2020 мен 2020 кетеді, сосын не қалады менде? Менде так қарайық, так тоқтаңыздар, дұрыстап келтірейік. Так, мына жерде кешірім сұраймын. Мына жерде 2021 екен, мына есепті жазған кезде қате кетіп қалыпты. Так, сонда былайынан ғой. 2-ден 1, 3-тен 2 көбейтілген 4-тен 3 көбейтілген
5-тен 4, яғни үсті де асты да бірге өсіп отыр. Түсінікті? 2018, 2019 деген сияқты көбейтілген. Міне ортасында, яғни мынау көп жазылып тұр, сондықтан бізге ортасында бар екен білдіру үшін солай көп нүкте қойып кеткен. 2020 көбейтілген 2021. Міне, мына жерде мен жазған кезде 2021 деудің орнына 2019 шатасып кетіппін. Так, қарайық. Мына жерде 2020-да 21. Түсінікті? Так, қарайық. Міне, мынаның асты, үсті, асты, үсті, асты, үсті. Осылайын қысқарып отырады, мынау былайынан қысқарып отырады. Сосын 2018 мынаның алдындағы қысқарады, 2019 мен мынау қысқарады, сосын мынау мен мынау қысқарады, сосын асты мына жерде 2021 қалды, мына жақта 1 қалды. Сонда жауабы 2021-ден 1-ге тең. Түсінікті? Сонда 2021-ден 1 болады. Осындай есеп келсе, оқушылар бірден қысқартып есептеп кетіңіздер. Түсінікті? Ал былай есеп өте қиын емес, бал жоғалтатында есеп емес. Түсінікті? Міне осылай бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңыз үлкен рахмет. ОБТ-ға жақсылап дайындалыңыздар, тоқтамаңыздар, еңбектеніңіздер. Көп еңбектенсеңіздер, бұйырса еңбектеріңіз жанады. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.